бақшы қауымды қақпақтының ызғымына дөніне тықсыртып тастады. Әсіресе ызғындай малы бар Мәмбет Пана тұқымының өрісі танылды. Қалған түркімендерде де күй болған жоқ. Ей адайым, бұл жер менің атам екенім. Білесің бе, мынау ең көне Құлпытасты кім орнатқанын? Білмедім. Ал кім орнатқан екен? Жігіттер, көрсетіңдер. Бұл жер Алшынның жері, таңбасы Құлпытасқа ашылған. Сендерден бұрын бұл жерді біз иеленгенбіз. Қазақтар діні басқа, тілі басқа, қалмақтан бас сауғалап, ағайын деп келгенде, сендер түркімендер алдымыздан қару алып шықтыңдар. Маңғыстауды шықпай берсек, қай халықтың да моласы табылады. Өткенде ереуіл қалған Салауат, Атырау мен Аралдың, Сағыз бен Қарабұғаздың арасындағы көл-көсір, Адайдың да, Айладырдың да жайлауына жетеді. Олай болса, тыныш тірлікте, ағайыншылықта пәтуаласайық. Қарма атаның басына бар, Құран оқып ант берейік. Ел бауыр. Zaman өзгет, заң тозды. Баяғы бітімді қомсынатындар да шықты. Сол кезде іргесі тыншып, ен жайлай бастаған Адайдың шашау шыққан жылқысын тақымға басып, шетірек қонған ауылын шауып кетуді кәсіп қып алды түркімендер. Қарап жатар, Адай бар ма, қан төгілді, намыс қозды. Түркімендер де қапы қалмады. Інім көк бөрі, ұлым дәулет. Екі елді келістіретіні сөз. Дауған айда араластық келісім жоқ, кетсу бар. Келістіре сөз деп, кемеңгердің көкейінен шығады. Ал жастырар айбалда кез келген тентектің тақымында жүр. Тентек күнде туады ма? Кемеңгер мың жылда бір туады ма? Жоқ па? Туа қалса, өңшең қылышқа жақын, қыршын кісі көп. Ел оған береме жоқ па? Беймәлім дүние. Ендеше, ол шапса сен де шап, ол қорласа сен де қорла. Үні татқа мінгенде, осындай қатты тұтыммен мінген қазақтардың қорлығы асып барады. Шамбас қазақтың кәлләсін қысынға мұштармын. Ағау, көпсініп көкірегіңізбен жер айырып барғанда, көп болса 5-6 қазақты өлтірерсіз, бір үй жоқын үркітерсіз. Сол 5-6 бейгіна пендемен жайбырақат өз тіршілігімен жүргеннен, сол бір үй жоқының өз өрісіне жайылғаннан сіздің намысыңызға шоқ түсетіндей не бар? Ай дәулет, шүнек тіген жер көкірек неме, талай рет намысыңды қосып, насағын туып отырған елге, нағашыңның ауылына барғандай, айлап жатып, тайраңдап, ата жауымыздың әп-әрекеттіп, арқаңнан атқаны елерген ақымақсың, сол елдің айтулы күйшілердің жерге қаратып, тек жас күйшімен теңгелгеніңе мәссің бе? Аға, қонысы кетіп құрған ата-баба жоқ. Тұстарында алысқанмен оларды алысып, жуысқанша, олар да жуысқан шығар. Ертейін бе, естейін бе сенің қолынан келеді екен, қол баста, жаушап, қолынан келмейді екен, таяқста, қой бақ. Ой, бауырым, кешеніңіз көк көрді қазақтың батыры дүйім қара өлтіргені. Бүгін жорыққа жіберген бауыр етіп алаңыз, қазақтардан ажал құшты. Бауырымның кегін аламын деп, қазақтардың 6 қызын көң қылып, ауыл пұлының бастарына жас ботаның жас терісін жауып, зарлатып мәңгүрт қылдым. Болмады. Қаңғыған жаңа жан, дәулетімнің құнышын қазақтардан тұтқын әкеліңдер. Сені асқан күйші дейді, өнеріңді көрсет.
ел дәулетімен қатар шауып, намыс қоздырыпсыңдар. Дәулетімнің өнеріне сен ғана төтеп берген екенсің. Көрейік өнеріңді. Адамшылықтың басы аяушылық. Аяушылық жоқ жерде адамшылық та жоқ. Өзін ешкімді аямасаң, өзіңді ешкім аямайды. Өзің бөтен елге жасанып барсаң, жараланып қайтқанына ызаланба. Ол үшін көктегі Құдайды да, жердегі жауыңды да қарғама. Өзіңді өзің қарға. Адам қалпына келсең, сонда келесің. Әйтпесе, етіне ащы тырнақ, өткір тіс батқан сайын өршелене түсетін сенде бір хайуансың. Хайуан екенсің, өзгеден адамшылық күтпе. Өлгеніне өкінбе, көргеніне күйінбе. Осы айтқанымды ұғып отырсыңдар ма? Түзікке түсінетін құлақтарыңыз бар ма? Қазір ұғып, ертең ұмытып, қазір жылап, ертең есіріп жүрмейсіңдер ме? Әй қайдам, сен бейбақтар, осы дүниеге келгелі тауқыметті де ас тартқан жоқсыңдар. Бірақ сонда не пәтуа таптыңдар? Жабырқасаңдар, адамсыңдар, масайрасаңдар, хайуансың.